қазір осы заман өзім мойнымда. Айтады ғой ақыл өсиеттерде ақыл айтушылардың ғасыры дейді да осы заманда. Біздер жаңағыдай оны ұстаздарымыз келеді. Қазір бәрі ақыл айтып жатыр ғой айтқанда. Өзі былай қарап отырсаң, қалай келін болуын үйретеді дейді да. Бірақ сөйте тұра өзі ажырасып кеткен. Немесе бір айтады, қалай баланы тәрбиелеуге үйретеді дейді да. Сөйте тұра өзінің отбасы жоқ. Біреулер қазір бар, мешіттің табалдырығын аттап көрмеген, бірақ сөйте тұра имамдарымыз қалай уағыз насихат айту керек үйретеді. Біздерде жаңағыдай нені осы пайғамбар айтып кеткен осы нені ақыр заман келген кезде рубайдалар көбейеді деп. Рубайдалар кім деген кезде осы үлкен халықтық маңызды бар заттарды, халықтық үлкен маңызды заттарды сөйлейтін ақымақтар деген екен да. Сонда имам Шатиби айтады, осы мәселе рубайдалар жайында не айтасыз дегенде,